Бүгінгі видеода досым не айтса да мен иә деп жауап беремін. Андай 24 сағат бойы иә деген емес. Досым қандай сұрақ қойса да мен тек қана иә деп жанына тиетін боламын. Мысалы, негірсің ба дейді. Мен әрине иә деймін. Ой, басқа мысал келтірейін. Мысалы, папаң негір ма дейді. Мен иә деймін. Ой, қойшы болды. Өздерің видеоны көріп ары қарай түсініп жатарсыңдар. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар 3000 лайк немесе 159 000 подписчик жинап тастайық. Видео өте қызық болды. Еңбек бала басса қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Барлықтарына сәлем достар, сендер әдеттейді мерді және де сіздер осы видеода не болатынын түсініңіздер деп ойлаймын. Короче, қазір әділ кеп қалу керек. Әділ келген соң барып мен оған уже басында кәдімгі нормально амандасам да, ассалаумағалейкум, уалейкум салам деген сияқты. Потом содан кейін уже любой сұрағына тек қана иә деп жауап беретін боламын. Білмеймін, ашулана ма, ашуланбай ма көретін боламыз. Вообще не істейтін қызық болып отыр. Короче, өзіміздің бір командамыз, типа ночной тусовка, челлендж жасайтын жерге шақырған болатын бізді. Короче, соған қазір әділ келе жатыр. Сол жерге кіріп сіздерге бәлкім тағы да сол тусовкада не істегенімізді көрсетемін. Ал сіздер болсаңыздар лайк басып канал жазыңыздар. Бастысы әділге жорстко проголосовать боламыз. Лайк басып канал жазып кетіңіздер, сонда әділге көбірек проголосуем. Кеттік. Әділ келді, не жаққа келіп тұр ғой, короче. Ал мені байқамай тұр. Әділ! Енді көрді. Мына бұрышта спортивка киіп тұрған адамды байқамадың ба? Әді районский мамбет деп ойладым. Сен дата костюм қап-қара болып кеттің, фолмен бір дейіп кеттің. Ассалаумағалейкум. болды esa. Тура осы сәттен пранк басталды десем де болады. Білеміз ба? Иә. Ерді? Сен тез келді ме, таксимен келді ме? Иә. Короче, Әділбектің жынына тию басталғаннан кейін ол сұрақтар қоя бастады. Бірақ ол сұрақтардың бәрі былай натуре челлендж қылып иә емес, просто расымен де иә деп айтатындай сұрақтар қойды да. Біраз уақытқа мен ананың жынына тидім ба, тиямадым ба білмей отырдым. Ары қарай өздеріңіз көресіздер. Кеттік. Точно полетеміз ба? Иә. Ебай, брат, осы жерде тусовка жасайсыз ба? Иә. Базар жоқ жер екен, иә? Иә. Там бір примерно бір сағаттан кейін ба қайтамыз ба? Иә. Тамақтарды дәмді екен әш? Иә. Базар жоқ. Иә. Че там, енді не істейміз? Иә. Ну, жоқ, типа, не істейміз на натуре? Иә? Егерде нормально жауап берсе. Иә деймін. Ядан басқа нәрсе білесің ба? Иә. Лаки. Егерде не болған саған? Иә. Мынау сушняк қанша теңге тұрады? Иә. Егерде қош приколдарын, елки-палки. Сол негірсің ба? Иә. Оба, базар жоқ. Додо не дегенсің ғой? Кстати, чортсың ба сен ерді? Ну, вообще, ну, қуқалды ғой деймін. Мына ресторанда біраз ішіп алды ғой деймін. Сен не ма, алкоголь іштің? Иә. Иә деймін. Все, иә. Ой, иә. Мен түсінбеймін, брат, сен столько иә дей берсің. Иә. Қанша отырамыз әлін аяқта? Қайда шығамыз? Иә. Қашан енді? Иә. Ой, ё-мо, ердан анан серьезно уж. Что-то бірдеңкесі дұрыс емес болып тұрған сияқты. Ерда? Иә. Түрін қарандыршы, нам елки-палки надо. Ну, отвечай, В общем-то, достар, Ердан мен мына жаққа алып келдім, чтобы оған біраз бір өмірлі бір сұрақтарды қою үшін. Так, Ерда, енді мен саған сұрақтар қоямын. Иә. Сен ашық көзбен ұйықтайсың ба?
брат, сен үлкен дәретке барғанда былай ақырын ғана сүрте саласың ба или прям и до конца кіріп сүртесің ба? О, күшті екен ау. Қалай тағы көрсеші, қалай көрсейкі. Сен етті, брат, шикідей жейсің ба? Оғында натурға түрлерін қарады, шынан кейін кәдімгі имамбет қой. Кәдімгі имамбет қой. Так, сен семізсің ба? Сен Рауанмен бірге ұйықтайсың ба? Базар жоқ. Шок болып отыр мына жерде. Ерді мені жорлайын деп отыр екен. Ну, қалай мен бұл шешіммен келдім, енді қазір сені қарандыр. Ерді, сен мені жақсы көресің ба? Вот, так, біреу кетті. Так, енді. Ой, так, енді екіншіден. Так, сен түнде мені ойлап жатасың ба? Ой, так, и енді давай тағы бір сұрақ точно дәлел болады екен қазір. Так, мен когда үйде жалғыз қалғанда сен мені қинайсың ба? Көрдіңдер ма, достар? Мынау, мен зорлайын өт. Если что, мен номер қалдырып кеттім, брат, достар, соған хабарластыңдар да, и мені құтқардыңдаршы мынадан, мына маньяктан. Вообще Әділбек құтырып кеткен сияқты, ё-май, ойға келмейтін сұрақтарды вообще қойып жатыр да. Енді білмеймін, бір нәрсе істеу керек, но не істейтінін білмей тұрмын. Но бастысы сіздер үшін енді осы бастаған видеоны до конца апарайын деп тұрмын. Енді до конца иә деп көреміз не айтады. Yeah. Huh? Yeah. 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 Завязываешь. Брат, біз қалай қайтамыз қайтып? Жолын білесің ғой, Ерда? Телефон менікі ғой, Онда бер маған. О, идеально. Әкелі, жүгіртіп қойдың адамды. Қазір сөйлей алып екенсің ғой? Сөйлей алам мен. Вообще бүгін ойласқанға дейін деп өтем деп ойлам, бірақ та қуанша да жүзеге аспай қалды. Ну, не знаю енді. Біраз осыдан жыныңа тиді ма негізі? Деген сөз осы немде нерв қой. Короче, все, достар, сіздермен болған мен сіздермен болған мен Ерда, және де жанымда Әділ. Бәрі